Достар, барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз осы 6-шы сабақты бастаймыз. Ол ең кіші ортақ еселік немесе ЕКО деп аталады, иә. Бірінші ең кіші ортақ еселік деген не? Сіздер мысалы ортақ бөлім бересіздер ғой, иә. Мысалы 3-тен 1 қосылған 5-тен 1. 3 пен 5-тің ортақ бөлімі 15 болады. Ең кіші ортақ еселік деген сөз мына 3-те бөлінетін, 5-те бөлінетін бір санды айту керек. Мысалы 150 тоже бөлінеді, да? Бірақ одан кішірек те айтуға болады. Мысалы 30 5-ке де 3-ке де бөлінеді. Соның арасынан ең кішісін табамыз. Сол 15. Ең кіші ортақ еселік деген, жаттап алыңыздар, ортақ бөлім. Сіздер мысалы санның ортақ бөлімін таба аласыздар ғой, иә? Мысалы 2 бөлшек берілсе, иә, сол екеуінің ортақ бөлімін таба аласыздар. Кім таба алмайды, сол мына жерді қарасын. Мысалы 3 дейсіздер да, оны жіктейсіздер бүйтіп. Давайте 3 емес, бір кішкене 6-дан 1 қосылған 4-тен 1 болсын. Иә. Ортақ бөлімімізді көрейік. Мысалы 6 дейсіздер да, бүйтіп сызамыз оң жақтан. Бірінші 2-ге бөлем. Егер бөлінсе, 6-ны 2-ге бөлсек 3. Мында 2 деп жазайын десем, 2-ге бөлінбейді, уже 3. 3-ке ғана бөлем. Сонда 1 қалады. Енді 4-ті жіктеймін. 2-ге бөлем 2, 2-ні 2-ге бөлем 1. Енді қараңыздар, менде 2 деген сан кездескен, 3 деген сан кездескен. 2 и 3. Бірақ 2-ден мында біреу бар, а мында 2-ден 2 бар. Онда 2-ден 2-ін алам. 3-тен мында біреу бар, а мында 3 жоқ. Онда 3-те ала берем. 2-ні 2-ге өтем 4, 4-3-ке өтем 12. То есть біз қандай сандар кездеседі, соның бәрін жазып аламыз. Бірақ сол сандардың ең көбін аламыз. Мысалы ол үшін мына есепке қарайық. Берілген бөлшектер натурал санға тең болу үшін дейді. Бізде 3 бөлшек берген екен. Z бөліп 18, Z бөлінген 30, және Z бөлінген 45 деген осындай 3 сан берген. Осы бөлшектеріміз натурал сан болып кету керек қой. Мысалы 6 бөлу 3 деген, ол мына бөлшек дегеніміз, ол бөлу деген мағынаны білдіреді. 2 деп жазамыз. Мысалы 6 бөлу 3 десек болады, или 6 бөлшек 3 десек болады. Кому как? 6 бөлшек 3. Мына бөлшек деген сөз бөлу деген білдіреді. Сонда үстін астына бөлгенде 2 деген натурал сан шықты. Типа осылай болатын Z-тің бір мәнін айтшы дейді маған. Мысалы Z-тің орнына егер мен 18-ді қойсам, 18 бөлі 18, ол 1-ді береді. То есть натурал сан шығады. Бірақ мында 18-ді 30-ға бөле алмай қалам ғой. Значит, маған бір санды табу керек, чтобы ол 18-ге де бөліну керек, 30-ға да бөліну керек, және 45-ке бөліну керек. Бірақ ең кіші болу керек еще. Значит, ең кіші деген жерді көрсек, ең кіші ортақ еселік деген ұғыммен ассоциация жасасақ болады. Олай болса, осы 3 санның ең кіші ортақ еселігін табайық. Ол үшін 18-ді жазам, жіктеймін. Мысалы 2-ге бөлем. Ең бірінші 2-ге бөлеміз. 9 болады, 9 ол уже 2-ге бөлінбейді. 3-ке ғана бөлем. 3 болады. 3-ке бөлем и 1. Енді 30. Оны біз 2-ке бөлеміз. 15. 2-ке бөлінбейді, 3-ке бөлінеді. 5. 5 тек қана 3-ке де бөлінбейді, 4-ке де бөлінбейді, 5-ке ғана бөлінеді. 1. Енді біздің 45. 45 2-ке бөлінбейді енді. 1-ден 3-тен бастайық, 15 болады. 3-ке бөлеміз 5. 5-ке бөлеміз 1. Так, енді қандай сандар вообще кездескен мына? 2 бар, 3 бар и 5 бар, иә? Жалпы 2, 3, 5 кездескен. 2, 3 и 5. Көбейтіп оқып қоямыз. Мысалы, мында 2-ден біреу ақ, 2-ден біреу ақ, мында 2 жоқ. Все, 2-ден біреу қалдырады екен. 3-тен 2 бар, біреу бар, 3-тен 2 бар. Ең көп кездескен 2 ғой. Сондықтан 3-тің квадраты деп қоямын, 2 деп жазып қоямын. 2 рет кездессе 2 деп жазамын. Мында 5 біреу ақ, 5 біреу ақ, оның 5-тен біреу болып тұра береді. Дәрежесінде 1 бар деген сөз негіз. Сонда 2 көбейтем, 3-тің квадраты 9, көбейтілген 5. 9-ды 5-ке өтсек 45, 45-ді 2-ке өтсек 90 деген санды береді. Солай ғой, достар. Демек, ең кіші ортақ еселігі 90 деген сөз. Мысалы, мен 90-ды 18-ге бөлем, 5 болады. 90-ды 30-ға бөлем, 3 болады. 90-ды 45-ке бөлем, 2 болады. Видите, андай натурал сандар шығып жатыр да, бір-біріне бөлгенде. Значит, менде Z-тің ең кіші мәні 90 болу керек деген сөз. Сырттай тітескен дейді. Сырттай тітескен де жазып қойды.
екі дөңгелектің 12 және 32 тістері бар. Түсінікті. Шестеренка деп атайды емес пе былай? Ер аузында. Мына кішкене осындай. Ну, бізде мынандай цептің негізі дөңгелегі осындай емес пе? Цептің дөңгелегі деппін ғой. Қалай еді құрсынның аты? Осындай бар, и осыдан бір үлкенірек бар, иә? Былай үлкен болып кіріп тұрады бүйтіп. Мынандай сағаттың ішіндегі мынандай өзара біреу айналса, екіншісі де айналатын бір блок механизмі болады емес пе осындай? Мысалы андай. Бір шестеренкасы айналса, екіншісі де айналып кететін ше. Ну, осындай екеуі, біреуінің 12 тісі бар дейді, мынаның 32 тісі бар дейді. Енді қазір олар тістескен дейді. Тістескен, бәсе, мында с түсіп қапты, тістескен. С. Қазір тістесіп тұр олар. Енді қанша айналымнан кейін қайттан дәл осы мына жерде тістері бар ғой, екі. Мысалы, мынау тіс, мынау да тіс. Қазіргі біздің тістеріміз енді қанша айналымнан кейін қайттан тістері, қанша айналымнан кейін тістері қайттан тістеседі дейді да. Через какой-то бір круг өту керек. Біз оны білмейміз, мысалы, бір круг па, екі круг па. Вот осындай жағдайларда біз ең шорт әсерін қолданамыз. То есть қанша кругтан кейін қайттан кездеседі деп атайтса, ең шорт әсерін қолданамыз, достар. Мысалы, 12 және 32. Екеуін жіктейміз. Мысалы, 12-нікі 2-ке бөлем 6, 2-ке бөлем 3, 3-ке бөлем 1. 32 2-ке бөлем 16, 2-ке бөлем 8, 2-ке бөлем 4, 2-ке бөлем 2, 2-ке бөлем 1. Значит, 2-ден мында, жалпы бізде кездескен 2-лер бар. 3-тер ғана бар ғой жалпы. 2-ден мында 5-еу бар. 5 дәрежесін жазам, 3 жазамын. 2-нің 5 дәрежесі 32, мына 3. 2 үшін 6, 2 үшін 6, 3 үшін 96. Егер мен 96-ны 32-ке бөлетін болсам, мына үлкен дөңгелек 3 рет айналу керек болады. Егер 96-ны 12-ке бөлетін болсам, кіші дөңгелек 8 рет айналу керек болады. Түсінесіздер ма? Бізге сол кішіні сұраған. Вот. Келесі, Алматы станциясынан дейді. Бір күнде шыққан 3 пойыздың біреуі 4 күнде дейді. Мысалы, бірінші пойыз 4 күнде келеді, екіншісі 6 күнде қайтып келеді, үшіншісі 3 күнде қайтып оралып отырады. Алматы қаласының күн сайын осылар неше күнде кездесіп отырады? Какой-то бір круг сайын олар кездесіп отырады, Біз білмейміз қанша күн екенін ше. Біздің кругымыз белгілі бір күнмен есептеліп жатыр. Осы үшеуінің ең кіші ортақ есебін табамыз. 4, 6. Или ойлаңыздар, 4, 6, 3 деген бөлшектің бөлімінде тұр депші. 6 и 3. Үшеуінің де бөлінетін саны 12 ғой. Сіздер осы айта аласыздар да. Мен жіктеп көрсете салайын. 1, 6-ны 2-ке бөлем 3, 3-ті 3-ке бөлем 1, 3-ке бөлем 1. Менде жалпы қандай сандар кездесті? 2 и 3 кездесті. 2-ден мында 2 бар, квадрат дейміз. 3-тен мында 1-1-ден ғана. Значит, 1 дәрежесін аламыз. Бізде просто мына бір линияда қанша көп кездеседі, соны алу керек қой. 2-ның квадраты 4, 4 үшін 12. Вот, ең кіші ортақ есебі 12, демек әр 12 күн сайын олар кездесіп отырады деген сөз. Мында 3, 6 және 5. 30 болады олардікі. Жайды. Өйткені мында 3 күн, 6 күн, 5 күнде қайта оралады деген да. 6-ны 2-ке бөлем 3, 3-ке бөлем 1, 5-ке бөлем 1. Менде жалпы қандай сандар бар мында? 2 бар, 3 бар и 5 бар, 2-нің мында біреу ақ, 1 дәрежесі. 3-тен де 1 дәрежесі, 5-тен де 1 дәрежесі. 6, 6, 5, 30. 30 болады. Орамадағы матаны 20 метрден или 16 метрден қалдықсыз сату үшін дейді. То есть бізде какой-то бір үлкен орам бар. Мен соны 20 метрден кесе берсем, каждый 20 метр сайын кессем, типа как-то қалдық қалмау керек. Және де каждый 16 метр сайын кессем, тоже қалдық қалмау керек. Значит, менің матамның ұзындығы ол 16-ға да 20-ға да қалдықсыз бөліну керек деп түсінсек болады. Значит, 16-ға да 20-ға да қалдықсыз бөлсе, значит, ол 16 мен 20-ның ең кіші ортақ есебі деген сөз. Просто мында аз дегенде деген, андай, ең кем дегенде деген сияқты, ең кіші деген сияқты.
20 мен 16-ныкын тауып көрейік. 2-ке бөлем 10, 2-ке бөлем 5, 5-ке бөлем 1. Енді 16. 2-ке бөлем 8, 2-ке бөлем 4, 2-ке бөлем 2-ке бөлсек 2, 2-ке бөлсек 1. Жалпы менде 2 мен 5 бар ғой. А мында 2-ден 4 штук бар. Мында 2 ағырады. Сондықтан 4-ті үлкенін алдым да, 4 дәрежесі депші. Мына 2-ның 4 дәрежесі. И 5-тен бірақ. 2-ның 4 дәрежесі 16, көбейту 5. Мына бізде 80 болады. Демек, ең аз дегенде 80 метр керек. Мысалы 160 метр болса тоже бола береді ол. 240 метр тоже бола береді. Бірақ бізге солардың арасында ең аз дегені ол 80 болады. Достар, осымен ең кіші орта кесек арналған сабақ бітті. Бізбен бірге келесі сабаққа кеттік.